ондай құқық. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, Асыл. Қалай жағдайың, жақсы ма, амансыңдар? Эфир жақсы, аман есен, өздеріңіз. Шүкір Аллаға. Иә, мен де айтып жатырмын, жаңа Ақтауда болған жағдайды. Самасыл ешкім ондай құқығы жоқ. Қандай болса да пенде ғой. Қандай адамдар адам болғаннан кейін қисық жолға кетіп қалатындай ондай нелері бар, әдеттері. Бірақ самасыл деген өздері соттау, балдардың арасында балдар деген ол дұрыс емес. Оны сосын ұрып жатқан кезде ты же захватчик дей ма, мен әке шешем боқтадым ба, бір сөздер кетіп жатыр сол жерде. Мен соны түсінбедім. Не әңгімелерін айтып жатқанын. Закладчик Сол. дейді, закладчик деп жаңағы Захватчик. қойып кететіндерді айтады. Нелерді жаңағы есірткені қойып кеткен ғой. Сондай қойып жүрген ғой сондай. Иә. Иә. Ол да дұрыс емес енді Бұл жерде өздері мәселе жаңағы. олар дәлелдей алмай тұр ғой, олардың закладчик екенін мысалға. Оны дәлелдеу үшін олар ұстап қалтасынан шығарып көрсету керек еді. Содан кейін полиция шақырып өткізу керек болған. Анандай балтамен ұрып, таза садисттар, Заң жолында. фашисттар деп Заң айтсам жолында. қателеспеймін. Заң жолында әрине. Оның үстіне ана таяқ жеп жатқанның бәрі енді ұлтаралық алауыз қоздырайын деген әңгіме емес, өзіміздің бауырлар, қазақтың балалары. Иә, мен қорқып кеткенім сол жағынан. Қазақты ұрып жатса енді онда бір шамал бір неге келулер, енді ана басқа ұлтта ұрып жатқаннан кейін кейбіреу түсінбей қалды да, сосын көтеріліп кетті. Иә. Мына қазіргі мынау жағдайда сондай болып жатыр ма деп қалды да көбісі. Мынандай қазір енді сөз талас көбейіп кетті ғой. Мынау тіл жағынан, ұлт жағынан сондай ма деп қорқып кеттім да, сондай болып кетпей ма деп. Шүкір Аллаға, оған не алған жоқ. Білет бір роликтерді көрдім. Не айтып отқандарды. Жаңа оны не қылды, сен бір адамдарды қамады ма, олар сот жағынан апарды ма, не қылды? Бір адамдарды привлекать етіп жатыр едіңдер ғой. Соны сұрайын деп едім. Қайсысы мына соңғы ма? Соңғы деме. Қайсысы бір? Иә, маған звондады неден, Павлодардың, Павлодар емес, солтүстік Қазақстан облысы, Петропавлдың тұрғыны екен ол әйел. Видео жариялаған ғой ютубқа. Сол солтүстік Қазақстан облысы жаңағы 3 әріптен хабарласып, біз жұмыс істеп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деген. Бірақ ол әйелдің қатысы жоқ екен деп. Содан жарайды жұмыс істеңіздер дедім, одан білмеймін, сол нақты айтқан жоқ. Қатысы жоқ, бірақ біз жаңағы қалғандарын іздестіру шараларын жүргізіп жатырмыз, устанавливаем деп. Оны сізге хабарын берейік деп, видео шыққаннан кейін резонанс болды ғой. Соны хабарласайын деп айтып, біз уведомить хотели деп орысша сөйлейді жаңағы. Содан одан кейін хабар болған жоқ. Осыдан бір апта бұрын хабарласты ғой мен. Енді қазір далаға шығып бір магазин дүкенге барып өз тілінде талап десең, анау айқайлап шуласа, сен алып кетеді. Сол жағын түсінбедім біздің биліктің тірлігін оны түсінбедім. Өз тілінде талап етсең, өз туған жерінде сен алып кетеді. Ал андай сепаратистік жаңағы радикальный нелерге бір нәрселер сылтауын тауып, түсініктеме жазады да жібере салады. Ол үйіне барады, ойналар дым істемейді екен дейді, ары қарай жұмысын тірлігін істеп жүре береді. Соның бәрін сауатты түрде жасау керек те, оның бәрін заң аясында. Мысалға тілді талап ететін болсаңыз, тілді талап ететін болсаңыз, жаңағы қоқан-лоқы көрсетіп, нетіп жатса, полиция шақыру керек, арыз жазу керек. Сол қазір қағаздың заманы ғой.
заң аясында ғана иә жеңе жоқ аласыз ғой. сен енді кешегі анау көрсеткен ол енді заңды түрде дәлел ғой кәдімгі дәлел ол. Иә, иә. Оны халыққа дәлел ғой көрсету керек қой халыққа, міне мынау дәлелі бар, біз осындай қолдандық жазаладық деп айту керек. Оның қатысы жоқ екен деген не әңгіме, оны саған дәлелдеу керек қой қатысы жоқтығын. Иә, Шынымен иә. дәлелді көрсет қатысы жоқтығына. Қатысы жоқ дегенде бір нәрсесін алады да жібере салды ма, құдай біледі ғой, оны сен білмейсің ғой. Сен жақта жұмыс істеп терлеп жүрсің, олар барады да сенің арқаңда бір нәрсе істеп жүр ма, құдай біледі. Ол да мүмкін. Иә, келіседі де жібере салды ма, ой ақыл рахмет, сенің арқаңда шамалы байып қалдық деген сияқты. Оны түбіне дейін жету керек, бару керек. Қатысы жоқ болса дәлеліңді көрсет деу керек. Анау бір стейк танисың ба, стейк дегенде асыл? Иә, иә. Иә, соған тай жана кіріп тіл таласып жатыр да енді сөйлесіп. Мен енді блокта тұрмын, анау неге жазылмадым, ол мені кіргізбейді де. Сол екеуі сөз таласып жатыр да, енді тәжік айтады да оған. Сен орыс тілін қолдап отырсың, өзің екіге бөліп отырсың халықты дейді да. Бірақ сен анау националистерді соларды тексере деп бәлелін жауып отырсың дейді. Сосын біз жақтан мынау орыс тілде мән вообще білмейтін адамдар бар ғой енді, орыс тілде сөйлемейтін. Солар біз туған жерімізде жұмысқа тұра алмайды, Астанаға барып, мен өз көзіммен көрдім, інім келіншегі орыс тілін білмеген, даже дүкенге жұмысқа алған жоқ. Енді сол айтып жатыр да, енді соған қалай қарайсың десе, неге ол орыс тілін жаттау керек десе, ол жаттау керек, өзің керек қой дейді. Ол өсті, 30 жасқа келді, 40 жасқа келді мысалы. Қазіргі орыстарға айтып жатса, қазақ тілін жатта десе, мен жасым келіп қалды, жаттай алмаймын дейді, мысалы ғой. Мысалы Қарағандыда көбісі шығады, стримде айтады, мен жасым келіп қалды, мен жаттай алмаймын дейді. Қытайдан келген қандастарымыз, Қытайдан келген үлкен кісілер бар ғой, олар орыс дегенде ешқашан сөйлемеген, білмейді. Мысалы солар дүкенге барғанда дейді, жаңа тәжік айтады, дүкенге барғанда бір зат алып берші, анау орыс тілдесі отыр, түсінбейді дейді. Сондай кезде қалай десе, оны барда Тоқаев қайтса дейді ол кезде. Маған айтты, Тоқаев қайтса дейді. Өзі былай сөйлеп тұр да, енді андай дәлелін келтірсе, Тоқаев қайтса, маған неге айтасың дейді. Өз пікіріңді айтшы соған енді. Сол не істеп отқаны сол. Дұрыс емес қой оның бәрі. Бізде заң бар. Біз заңды орындата алмай отырмыз ғой. Әрқашанда айтамын ғой. Ең бірінші, ең жоғары тұратын заң біздегі ата заң ғой, Конституция. Конституцияның жетінші бабы мемлекет. Асыл, ол да айтып отыр, заң бар деп ше, ол да айтып отыр, заң бар деп. Бірақ орыс тілін жаттаған дұрыс қой дейді. Орыс тілін білген дұрыс қой дейді. Енді ол Қытайдан 2 миллион келген қандастарымыз, жасы келіп қалған адамдар қалай жаттайды? Даже анау 30 жастағыларда жаттау қиын ғой, оны басынан мектепке бермесе. Орыс тілі былайынша оңай тіл емес қой. Жан-жағының бәрі, қандастардың бәрі орысша сөйлемесе, ол үйрену қиын оны. Мысалы, қарағандылар айтады ғой, бізде қазақша сөйлемейді, сосын мен жаттамаймын. Енді ол мысалы заң бойынша айтсақ, дискриминация ғой, дискриминация. Сондай ғой, Иә, өйткені негізі заң бойынша да сіз орыс тілін Қазақстанда тұрып білуге міндетті емессіз негізі. Сөйлеуге де міндетті емессіз. Бірақ сол талап ету жағынан біздің қазақтар өзі жаңағы дұрыс талап ете алмай жүрді. Иә, қазақтар өзі жаңағы
иә заң жағынан шамалы шауып жетпей жатыр да. мына кісі ақжол деген эфирдесің, дауысын басасың. Наушнигіңізді алып тастайсыз ау, наушник деп отырсыз ау сіз. Аманжол. Дұрыс естілмей жатыр быжырлап. Аманжол, эфирде сөйлейсіз бе? Естілмейді ғой. Сол талап ету жағын енді Қуат Ахметов бар ғой, тіл майданын бастап берді. Сол кісі талай адамның көзін ашып көрсетті ғой, қалай талап ету керек, қандай заңдарға сүйену керек. Жаңағы орыс тілін білу міндетті емессіңдер, орыс тілінің ешқандай статусы жоқ заңда деп. Сондай нәрселерге көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Әр адам көбісі заң жағынан сауат болмағаннан кейін сондай дискриминацияға тап келеді деп ойлаймын да. Заң бойынша мен сөйлемеймін орысша, мына қағазды орысша толтырмаймын десеңіз, ешкім сізді зорлап оны істете алмайды. Түсінесіздер ма? Топас, соған енді мәз болып жатырсыңдар ма, өз жерімізде жетім күйіп кешіп келеміз дейді. Как выучить госязык, если в ауле все говорят на русском, дейді Александр, дейді. По интернету учите, книги читайте, сказки читайте на казахском языке. Сол кезде үйренесіз қазақша, Александр. Разговаривайте на казахском языке. Ассалам алейкум, дауыс қуып кетті. Абайдың өзі орысша үйрен деген бұған не дейсіз дейді. Енді сол заманға сай айтқан шығар ол кісі, орысша үйреніңдер деп. Өйткені сол кезде Ресей империясына қосылды ғой. Тіл керек бұл. Орысша үйрен дегенге Абайдың сөзіне мен қарсы емес. Үйреніңіздер орысша, сөйлеңіздер. Бірақ өз тілдеріңізді ұмытпаңыздар. Көп тіл білгеннің зияны жоқ қой. Орыс тіліне біз қарсы емеспіз. Орыс тіліне жалпы мен өзім қарсы емеспін. Сөйлеңіздер, біліңіздер орысша. Бірақ өз тілдеріңіз құрметтеңіздер, болды. Қоғамдық орында, қызмет көрсететін орындарда, мемлекеттік тілде қазақша қызмет көрсетіңіздер, болды. Заңды орындау керек қой, заң аясында болды. Сондай қызықтар. Пытаюсь, но очень сложно, дейді Александр. Ну, Александр, мне, например, тоже было очень сложно овладеть русским языком. Но я как-то овладел же им. В школе у нас учили русский язык. Мы как-то обучились. Вам тоже, наверное, преподавали казахский язык. Но почему-то у вас всегда вам очень сложно. Осы Абай Құнанбайды қалай коммунистік жүйеден алып шыққан өмірі Ленинге ұқсас күмәнді тұлға дейді. Енді Абай Құнанбаевқа қандай көзқарас болса да, ол кісі тарихи тұлға. Ол ақынның поэзиясын, өлеңдерін, қара сөздерін бағалау керек деп ойлаймын. Тарихи тұлға ғой Абай болсын, Жамбыл болсын, Мұхтар Әуезов болсын, қайсысы болсын, олар тарихи тұлғалар. Осымен тікелей эфирге кірсем, неге қатып немесе қуып кетеді сізге дейді. Интернетіңіз нашар ұстайды да,